Уже Авенс көлігін Великобритания $38.000 тұратын соны сыйлық қалды. Биыл 2019 жылы екінші машинаны алдық. Toyota Corolla 4-ші қызымызға подарок еттік оны. Сөйтіп бердік. 3 қыз осы 4 қыз бизнесте қазіргі уақытта. Құдағилар бизнесте осы кісіге жерде. Енді айтайын деген 28 осы уақытқа дейін 28-30 шетел мемлекеті бар мойнымызда. Денсаулық бір жағынан жақсарды. Пенсияңыз қанша Oriflame'да? Oriflame компаниясында пенсиямыз 1 миллион теңгедей пока. Пока ма? Ары қарай әлі қоямыз ба деп ойлаймыз. Бұл жерде мен ең мықты айтатыным, бұл жерде 17 рет зарплата да. Елдерде, например, үкіметте 12 зарплата болса, бізде 17 рет зарплата. Бұл өте күшті зарплата. 5 зарплата елдерден көпше. Поэтому бұл жерде жұмыс істеу керек. Ақыры не істейміз? Жуынасыздар ғой, жуынамыз. Денсаулыққа бірдеңке іздейсіздер ғой, іздейсіздер. Но бұл жерден алыңыздар, жуыныңыздар. Сіздерге еще сіздердің табыстарыңыз жаңағы алғандарыңыз үшін сіздерге уже компания ақша төлейді. Ол ең мықтысы сол, сапасы 100% натуральный продукт. Бывший военный, мен КНБ служить еткен. Вот қымбат ханым, помните, қыздар, прямой эфир жүргізеді, Нұргүл ханымның үстіндегі спонсор. Просто золотой директор болып, қазір айлығы 550 мың. Әр 21 күн сайын. Бұл жерде товар бот жасау үшін, бір товар алу керек болады. Мен бұрыннан білем, Oriflame компаниясы товарлары өте арзан. Мен ойлайтын едім, дешевый компания шығар деп. Жалғыз менің сіздер сөйтіп ойладыңыздар ғой. Дұрыс па? Oriflame компания заттары өте арзан, значит дешевый компания деп. Ничего подобного. На самом деле, маркетологтар әрбір мемлекетке келген кезде, сол мемлекеттің экономикалық саласын зерттейді. Яғни ППН, платежная способность населения дейді. Әр мемлекеттің өзінің әлеуметтік жағдайына қарайды. Мінекей, мынау Қазақстан өмір сүру деңгейі осындай, біз оларға осындай бағамен товардың бағасын қоямыз дейді. Дұрыс па? Мына сабынның бағасы осындай 240 теңгеден болсын бұларға, мынау шампунь 300-400 теңгеден болсын деп. Сондай төмен баға қойды. На самом деле, дәл осы товарлардың барлығы пәленбай есе қымбат. Oriflame компаниясы это номер 1 компания в Европе, запомните. Она қазір болған жоқ, она и была номер 1 компания. Біз білмедік. Түсінесіздер ма? Потому что біздің сознаниемізде заттар, товарлар арзан болса, значит бұл дешевый компания деп. Миымызды сынып қалған біздің. Ал зерттейтін болсақ, анализ жасайтын болсақ, Oriflame компаниясы это номер 1 компания в Европе. Кеше коронавирус болған кезде қаншама компаниялар бәрі жабылып қалып, тек қана Oriflame компаниясы ғана ашық тұрды. Бүкіл жаңалықтан бәрінен көрдіңіздер. Солай ғой? 89 адамнан отказ алдым. Мен сіздерге айтамын, қалай жұмыс жасау керек екенін. Сағат марап қойып, жарты сағат уақыт бар. Үлгеремін әлі, бәрін түсіндіріп үлгеремін. Міндетті түрде блокнот арнаңыздар. Мен сіздердің бүкіл вебинарларыңызды көріп жүрмін. Барлықтарыңыз айтатын сөздеріңіздер, армандарыңызды қағазға түсіріңіздер дейсіздер. Дұрыс па? Мен келсем. Мен тағы да бір айтарым, сіздерге отказ берген адамдарды бәрін жазып отырыңыздар. Маған лично өзіме 89 адам, өзім туған туыстарым, ағайын, бауырларым, маған күлген достарым, коллегаларым, барлығы мен спискімде бар. Мен айырымды черный спискта дейді. Черный список емес. Бұл менің болашақ партнерларым. 89 адам. Мен әр қайсына барып айттым. Осындай компания. Ешкім маған сенген жоқ. Қоя қойшы. Нұржан өзің істей берші дейді. Біреулер мені блокқа тықпсады. Айтам, черный спискқа тықпсады. Біреулер әшейін мен сыйлағаннан кейін, көреміз анау-мынау дейді да, звондаған телефон көтермейді. Я тоже это воспринимаю как отказ. Қалғандарына WhatsApp арқылы шықтым. Енді астында машина жоқ, машина гарантияланбады кетіп қалды. Жаяу жүріп 89 адамның бәрін аралау мүмкін емес. WhatsAppпен сөйлестім. Бүкіл маркетинг планын бәрін түсіндірдім. Кто-то культурно отказался, кто-то сразу отказал, кто-то черный список тықпсады. Тәуекел. Бірақ барын айттым. Сен маған бүгін отказ беріп жатсың. Бүгін осындай число, осындай уақыт. Міне, мен жазып қойдым сені блокнотқа. Ертең мен керемет бір деңгейге жеткен кезде, мен саған көрсетемін. Сол кезде сен мен қатарында болуың керек едің. Менімен бірге осындай ақша табатын едің деп. Көбісі күлді. Не то, что күлді. Мен туған әкем маған ренжіді. Мен әкем менімен бір ай сөйлеспеді. Түсінесіздер ма? Бір шаңырақта тұрып, әкеңмен бір ай бойы сөйлеспеу бұл өте ауыр. Бірақ сонда мен жұмыс жасадым. Я хотел доказать, я доказал. И вы тоже докажете. Стимул обязательно. Адамның істеген адам істейді. Мінекей біздің жоғарыдағы лидерларымыз. Уважаемые партнеры, Дильшот из города Сарыағаш сейчас расскажет вам, сколько ему лет и на каком он звании и какие у него цели.
Всем привет, меня зовут Дильшот, мне 18 лет, в компании уже 2 года. Пришел я сюда в 16 лет, когда была Хорватия. Работал в основном ради Хорватии, ради путешествия, а потом уже включился в бизнес, увидев доход, который у меня появился на уровне директора. Как я вообще сюда пришел? Вообще, моя мама тут работает уже 6 лет. Я вот именно заинтересовался, во-первых, за границей, но до этого для меня была причина, это именно тренинги, которые я проходил, они меня мотивировали на успех, и я уже решил присоединиться. Уровень золотого, сейчас на данный момент нахожусь на уровне золотого директора. Вообще это надо было мне сделать пораньше, но так как у меня была школа, я никак не мог действовать. Что посоветуешь своим ровесникам? Ровесникам что посоветую? Просто надо попробовать сделать. Нечего терять, по-любому покупайте для себя для дома шампунь, зубную пасту. Поэтому надо просто попробовать, сделать, слушать спонсора и все. Спонсор вам все подскажет. Сколько зарабатываешь, Шот? 300 тысяч. Классно, на учебу собираешь, да, и на путешествие? Ну, я уже как учусь в университете Synergy, а так на следующий... Дистанционно учишься? Да, на автомобиль, на квартиру в Узбекистане. Чтобы, да. Мінекей, қараңыздар. Осы қызылордансың ба? Қыпшақпын. Қонақбай Қыпшақ. Ашып шет жағын ашып көре беріңіздер. Иісін көре. Оны суға салған кезде бұл окисление бермейді, сабын деген. Әрбір борға кіріп қарай бересіздер. Жаңадан потребительдер келе жатыр. Бұл жерде привлечение клиентов. Қарай беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Сабын ғой. Алифлеймнің оригинальный сабыны, шведский сабын. Заводтың бағасымен беріп жатырмын. Яғни мен қалай көтерілдім дегендей. Сіздер өмір айтасыздар, мен бонусын балын жасай алмай жатырмын. Не істеймін деген сияқты. Шығынсыз бизнес бастау. Я начинал этот бизнес без вложения. Яғни мен 30 000 теңгеге сабын алдым ба, дәл осылай мен сабынды сатып жүрдім. Дворларға барыңыздар. Әр домның алдына келіңіздер. Кейін ештеңесі жоқ. Мен өзім дұрыс шықтым ба нардан? Болыпты. Жоқ, сіз түсіп тұрған жоқпын. Яғни шығынсыз бизнес бастау деген осы. Қазіргі таңда өздерің білесіздер, 21 сайын алып қана ертең құдай қаласа старший золотой директор. Дәл осыған сіздер жете аласыздар. Адамның сынығын істеп жатыр. Неғылыңыздар, неше алыңыздар? Жоқ, ашып көре беріңіз, ештеңе етпейді. Ол ашылғаннан ол бракованный болып қалмайды. Сіздің бетіңіз түспейді, уайымдамаңыздар. Иістері өте керемет. Жоқ, ютубқа шықсам мен шығамын. Көріңіздер, көріңіздер. Үйге барып, кәдімгі магазиннен сабынды алыңыздар, дұрыс па? Соны суға салып қойыңыз, и осын суға салып қойыңыздар. Екеуінен қайсынан окисление болатынын көріңіздер. Қазір сіздерге визитка беріп кетемін, құдай қаласа аман болса. Сол визитка бойынша можете в дальнейшем заказывать. Мына атын маған ақшаны беріп жатып, ақшаны ескеріп жатыр, сабын ескеймін деп. Можно за наличку, можно Каспиголдпен. Сонымен сіз ашып көре беріңіз, беймарал шет жағын кішкентай берсеңіз, ескей беріңіз. Ол одан бірақ болып қалмайды. Жоқ, бетіңіз түсірген жоқпын. Келіңіздер, жақындаңыздар. Малиновый ма? Сабын. Оригинал заводтың бағасымен беріп отырмын. Екеуін 500 теңгеге беріп отырмын. Кеспесіп алыңыздар ма? Хорошо. Қазір нарқылып көре берсін. Мінекей. Сіз Каспиголдпен төлейсіз ба, әлде қалай төлейсіздер? Иә, жаңа сізге визитка бердім, сол визиткаға. Иә. Адам жинау жағын қиналмайды тұрмын. Мысалы, любой бизнесмен бір парикмахерский бірдеңе ашса да, ол кредит алады, арен помещение алады, анау мынау. Ол адам жинайды ғой. Оған адам келу керек. Дұрыс па? Любой, даже пекарня ашсаң да оған адам керек. Дұрыс емес па? Ал бұл жерде дәл сондай бизнес. Допустим, 30 000 теңгемен бастайсың. Дұрыс емес па? 30 000 теңгеге сабын алып жатсың ба? Иә. Соны сатасың. Иә. Еще притом клиентің. Иә. Шақ. Үйрену, обучение. Тұтыну, бұны өзіңе аласың ба? Сатып жүресің ба? Мен мысалы, алып сатып жүрдім. Өйткені шығынсыз болу керек қой, мен салған ақшаны қайтадан шығарып алдым. Плюс осы алған үшін мен дополнительно елу алтын деген сыйлығын алдым. 4 каталогқа бөліп алдым. Дополнительно үш адам шақыратын болсаң, саған мулинец береді. Технодом, супа, неше бар ғой мулинецтер. Тостер келеді, чайник келеді, анау келеді, 5-10 келеді. Иә, подарок ретінде береді. И плюс еще азық шығасың. Құдай қаласа. Астында 50 адам болып, әрқайсысы өзінің 150 бонусын алып, яғни 150 бонусын алып, 30 000 теңге примерно жоба алады. Сондай алатын болса, сен уже азық шығасың. Екінші реттен 15 болу керек деп. Бұл команда жұмысы, сен өзің жинамайсың 50 адамды. Команда жүрген. Оның барлығын ертең инфрачат түсінді. Бүгін мен инфрачатта жоқпын, өйткені мен сабын сатуға өзімнің командама үйрету үшін шықтым. Заодно сабын сатып жүріп, мен адамдарды тартып отырмын. Мен осыны қазір өзім команда. Қиын ештемесі жоқ, тағы айтамын, адамның сен оған істей алады. Дәл осылай істей аласыздар. Түсінесіз ба? 150 бонусын бал ештеңе тұрмайды. Әр кетсе менің қанша уақытым кетті? Жарты сағат, 1 сағат өткен шығар. А то осы уақыттың ішінде мен 150 бонусын балын орындап тастадым.